Ал құрметті бизнес әріптестер, болашақ замандастар, қадірлі отандастар, біз Coinsbit биржаға жіберген монетамыз қазіргі таңда основной кошелекқа міне PLC Ultima дегенде түсіп тұр уже 0.003584. Біздің жіберген монетамыз 0.0037, ары қарай артында сатошалар бар еді. Неге монета бұлай 35 болып түсті? Себебі біздің әрбір транзакциямыздан монетаның саны утилизацияға кетіп жатыр. Осылай монета нарықта енді артық мөлшерде болмайды, себебі оның саны шектеулі, плюс еще әрбір транзакциядан осылай монетаның саны азайып отыр да, осылай біздің монетамыздың құны қазіргі таңда жоғарылап жатыр. Біз енді перевод деген кнопканы басып, основной балансқа түскен монетаны торговый балансқа ауыстырамыз, себебі біз монетаны сатайын деп жатырмыз. Аяу, мына кнопканы басасын, оранжевый кнопка тұр ғой, перевод, екі стрелка. Баста, мен айтып отырамын, баса бер. Основной баланстағы монетаны біз торговый балансқа ауыстырайын деп жатырмыз. На трейд макс дегенді бас. Макс перевод. Біз негізгі балансқа түскен монетаны торговый балансқа, сатылатын балансқа аударып жатырмыз. Перевод. Мен емес. Дұрыс қой мынау, иә? Я, дұрыс. Перевод дегенді бас. Ары қарай біздің ақшамыз торговый балансқа түсті. Сделкаға торговый баланс, сделка бәрібір. Енді біз оны торговляға барамыз. Оны үш сызықты бас, жоғары жағында. Үш сызықты басамыз. Торговляны басамыз. Торговляны астындағы. Соның астында классический торговля дегенді басамыз. Классическая торговля. Торговля. Классический. Астында тұр екінші қатарда. Классический торговля. Енді қазір бізге торговля ашылады, биржа ашылады. Енді анау жоғары жақта уже PLC Ultima бізде дайын тұр екен. Қазіргі таңда монетаның курсы 45.999 болып отыр екен. Бұл ақша срочно керек болмаса, давайте 47.000 қып қоя тұрайық. Срочно керек па? Или шығарғыңыз келіп жатыр ма? Иә, шығарғысы келіп жатыр. Шығарғысы келіп жатса, онда 45.999 қазір бұл өтіп кетеді. 46.319-да өтіп кетеді, 46.323-де өтіп кетеді. Жоғары қарай көтерші ана қызылдарды. Мыналардың бәрі тез өте берсін. Біз сәл жоғары бағада көрейік, сәл ордер ашып. Жоғарға қызылдар тұр ғой, мына 45.999 деген тұр ғой, қызылдар, аяу, қызылдар, қызыл. 45.999. Иә. Қызылдарды бас. Сол жақтағы жоғарғысын қояйық та. Жоғары қарай, жоғары. Тоқта, жай. Анау 52.000 деп тұр ғой, 52.000. Тоқта, қайттан бар. Қайтадан. Бара, жай бар. 52.000 деп тұр ғой біреу. 52.000. 30.000. 46.500 дегенді баста, осымен ордер ашып қояйық. Одан кейін ары қарай осымен өтіп кетсін, просто сәл қымбаттау болсын деп жатырмын да. Сосын мына жерге продать деген кнопканы бас. Біз сатып алмаймыз, продать. Ана жоғары жақта купить, продать. Все, молодец. Ана PLC Ultima деген санын копировать етті, екінші ортаға сумма дегенге қой. Жоғары жақта тұрған кошелектің суреті тұр ғой. Соны копировать етті, ана сумма ортасына қой. Ставить деп, суммаға. Молодец. Молодец. Енді егер осы 46.500-ге өтіп кететін болса, $166 болады екен, продать дейміз. Продать. Все, ордер ашу керек бізге. Продать. Ашты ма? Продать дегенді бастық па? Бастым, иә. Ордер ашылмай жатыр ба? Обновление бір жасап жүрші. Продать тағы бір рет бас. Максимальное значение 0,5. Продать. Басылмай тұр. Макс значение 0,03. Неге басылмай тұр? Басылу керек қой. 446. Жоқ, 446 емес, сенде анау қайттан басшы. 0,0 артта лишний нөлдер көбейіп кетті деймін. PLC Ultimаны өшіріп тастады ортадағы сумманы ше.
Соны өшіріп таста да жоғары жақтағыны қолмен жазу керек. Қолмен. Тоқта, артындағы цифраларды өшіріп келе бер, мен айтып отырамын саған. Бәрін өшіріп тастадың сен. Қайттан бас сол жерге. Анан алтын өшіріп таста. Аха. 0.003584 деген жаза салшы. Ага, 003584. Аха, все, молодец. Енді продать деген кнопканы бас. Продать. Аха, астына подтвердить. Енді бізге міне ордер ашылды. Астында тұр активный ордера дегенде бізге 46500-ге монетаны сатып жатырсыңдар деген ордер ашылды. Бұйырса астындағы анау монеталар өтіп кетеді ғой, бізге 46500-ге біздің ордер срабатып кетеді, егер анау астында монета бәрі өтіп кеткенде. Ол өтіп кетеді, пока осылай тұра-тұра, прям өтпей, одан төмен баға көрсетіп тастаса биржа, біз бұны басқа курспен ауыстырып, міндетті түрде видео жасап, қайтадан ордерді өзгерте саламыз. Осылай біз өзіміздің монетамызды Coinsbit биржасы арқылы сатып, цифровой долларға айландырып, цифровой долларды өзімізді кошелегімізге шығару арқылы, оны обменникқа шығару арқылы міндетті түрде оның бәрі видеосын шығаратын боламыз. Сондықтан бізден келесі видеоны күтіңіздер. Бұл сіздерді бірінші кезекте жаңа технологияны меңгеруге, биржаны, криптовалютаны, цифровой ақшалармен жұмыс жасауға үйретеді. Сондықтан уақыттарыңызды жіберіп алмаңыздар. Жаңа технологияның мүмкіндіктерін бізбен бірге қосылып үйреніңіздер.